мен сіздерге бүгін краска Майнкрафт деген скин көрсетем. Міне осындай скин өздеріңіз аласыздар. Скин емес, бірақ міне өздеріңіз Мәдинамен қасында. Зарядка мында. Осы сенбі. Мәдинамен қасында, зарядка мында. Сіңген мәдени қайраткер. Келген стандарттарға сәйкес мемлекет болу керек. Бірақ мәдениеттің көзі Айтмам, зарядка істемей қалды деп. Ұжымының басшысы. қазір оқырмандар бұрынғыдай емес. Бұрынғы оқырмандар мәдениетке не жазылса соны оқиды. Белгілі журналист Шамшидин. Достар, чесін сұрайым, зарядка тұрған. Тамағында келейін, сосын айтам аға. Мен сіздерге бұны қалай ойнайтын көрсетейін. Қазір көрсетем. Түнде Исмет балабақшада болған. Ал мен қорықпасын деп қасыма алдым. Бірге ұйықтадық. Таңертең орнына апармақшы болған, бірақ ұйықтап қалыппын. Жарайды. Ендігер олай істеме. Аға, әпкемдерден хабар бар ма? Жоқ, хабарласпадым. Бірақ олар адвокатқа хабарласып сөйлескен шығар. Достар, міне қараңыздар. Былай көрейік. Сендер енді Былай кішкентай. көрейік. Жабықап жүргендерді білем, бірақ әпкем етсен. Қолынан келген бізді мына жерден шығарып алған. Біз бір отбасымыз. Достар, міне көрсетем. О, міне. Так, мұнда көрейік. Бүйтіп үлкейтуді ұмытпаңыздар. Қолмен істесеңіздер, өздері үлкейеді. Міне қараңыздар. Міне, осы жақта бір деп тұр. Демек біріншісі. Сына фильміздердің үшін соңғы рет бір шаруа істейін деп еді. Балаларда көлікте жүргізу үстінде ұсталған соң. Әй, бауырым-ай, тоқ етері артын қуыс екен. Сол үшін кетіп қалдың ба? Жәміл балаларды қамап тастамасын. Бауырым, сен әлдеқашан өліпсің. Көрмейтін адамың жоқ. Енді қай бетіңмен келіп отырсың. Бұны өзінде байқап жүр. Балалардың қал жағдайларын білген соң кетем. Оларға көмектесу үшін сені көрмейтін бе? Жәміл соңында жүр. Балалардың қасына барады. Яғни жепсіз байлау. Не дейін, менің қолымнан ештеңе келмейді. Фикри балалардың өкілеттіліктерін бермей жатыр. Қысқасы балалар интернатта қалады. Қолдан келер қайда жоқ. Меніңше, сенде келген жолыңмен кер қайт. Кезесің осыда бір басында мың түрлі ден тұр. Сен мен әуре болмай-ақ қойсын. Аға, сабақ жоқ қой. Үй тапсырмасын орындаудың не керегі бар? Бауырым-ау, 2 күннен соң көшесіндер сабақ басталады деген жоқ. Сабақты өтіп қалған уақытыңда тастап кетуге болмайды, Фик. Қарап отыр, сен де бірдеңе оқы. Жоғарыдағы жаттығуларды... Фикрет, сен бірдеңе уайымдап жүрсің. Жоқ аға, ана жер бар емес пе? Орныңның астынан міндет. Бірдеңе уайымдап жүрсің бе соны? Жоқ аға, нені уайымдаймын? Жарайды, жақсы онда. Қане, сабағыңды болды. Сибир, басқа жолы жоқ па? Араларыңыздың жолында іздеу қиын емес. Оның сендер тастап кеткеннің өзі жеткілікті. Әйтсе де, сен ризашылығын бермейінше, сенің балалардың өкілеттілігін алуың мүмкін емес. Енді не болады? Интернатта қала ма? Әзірге солай сияқты.
Әкем өзгермейінше мүмкіндік жоқ. Бәрі үшін рахмет. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2021 жыл. Шошу балалардың қамқорлығын саған беремін. Ертең Мен Жәміл ағаларымен сөз байластым. Баршаға не болады? Шын үйленбейміз. Тек сот үшін. Жәміл полицей емес. Сендерді тездетіп алып шығу үшін керек. біздің әнге Роминка, ал мынау Фелистика. Мынаның бұл жерде не шаруасы бар? Қолдарын шеше салды анау келмеді. Анау келмеді қолдасын шеше салды дейді. Жоқ жігіт. Ана уақыттық қалебелер қойны. Кешір ұлттық телевизия ақпарат студияда саламат болмаш бөлімдеріміз. Қазақстанда коронавирустың жаңа симптомдары тіркеліп жатыр. Вирус жұқтырып ауруханаға түскендерден жүрек айнып, құсу мен іштің өту белгілері анықтала бастаған. Жер кодексі жедел түзетілуі тиіс. Ауыл шаруашылығындағы жерлерді пайдалануға қатысты мораторийдің аяқталуына санаулы уақыт қалғанда, депутаттар елді алаңдатқан жер дауына нүкте қою керек деп отыр. Зейнеттің бейнеті көп болып тұр. Қордағы ақшаны тиісті мақсаттарға пайдалану ережесі әлі күнге қабылданбай жатыр. Ал жинақтың бір бөлігін үй алуға жұмсауға болады дегелі, елде баспана бағасы 15%-ға дейін қымбаттап кеткен. Жылуы жоқ, суы жоқ, ауыл қайтып күн көрер. Ақтөбе іргесіндегі елді мекен халқы жылуға айына 150 мың теңге төлеуге мәжбүр. Ал Атырау тұрғындары жылу бағасы 2 есе қымбаттап кеткенін айтып, наразылық танытып отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевты қабылдады. Әкім мемлекет басшысына өңірде өткен жыл атқарылған істер мен жолдаудағы міндеттерді жүзеге асыру жоспары жөнінде баяндады. Қордай ауданында атқарылған ілкімді істер мен коронавирусқа қарсы аймақта қолға алынған шаралар пысықталды. Мемлекет басшысы облыс әкіміне өңірге инвестиция тарту және халықты жұмыспен қамту бағытындағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Елімізде індет қайта өршіп барады. Екі өңір ауру жұқтыру көрсеткіші бойынша сары аймақта өтуі мүмкін. Ал батыс Қазақстан облысында карантин шектеулері жыл соңына дейін жалғасады. Ел бойынша 12 қаладағы халыққа қызмет көрсету орталықтары тұрғындарға алдын ала жазылу бойынша қызмет көрсетеді. Аймақтардағы бояйын. Жамбыл облысы Кәсіптің дұрыстар. бойынша сары Мәдина. 240 адамнан кесел анықталған. Олардың 70%-ында ауру белгілері болса, 30%-ында клиникалық белгілері жоқ. Қаланың бас санитар дәрігері сақтық шараларын қатаң ұстануға шақыруда. Шығыс Қазақстан облысында да жұқпалы инфекцияның таралу қарқыны үдеп барады. Жалпы бұл өңір былтырғы жылдың желтоқсан айының 18-нен бастап жасыл аймақта болған. Бірақ өткен тәулікте қауіпті індет бірден 43 адамнан анықталды. Жалпы Шығыс Қазақстанда оқу жылы басталғалы бері 1000-нан астам оқушы ковид жұқтырған. Ал Алматы облысында бас санитарлық дәрігердің жаңа қаулысына сай ертеңнен бастап шектеу шаралары күшейтіледі. Жексенбіде қоғамдық тамақтану орындары, жабық азық-түлік және басқа да базарлар жұмысын тоқтатады. Мешіттер мен шіркеулер ашық болғанымен ол жерлерге топтасып баруға болмайды. Ал облыс орталығында локдаун жалғасады. Апта басталғалы коронавирус жұқтырғандардың ең көбі Павлодар облысында. Соңғы тәулікте 151 адамның сырқатқа шалдыққаны белгілі болды. Ал өткен аптада аймақтың 6 тұрғыны осы індеттен көз жұмды. Соған байланысты бүгіннен бастап карантиндік шаралар күшейтілді. Ірі сауда орындары, базарлар, монша, спорттық нысандар, бассейн, мұз айдындары сенбі мен жексенбі жұмысын тоқтатады. Жамбыл облысынан аймақтағы тілшілердің көмегімен Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елордадағы жұқпалы аурулар орталығы науқастарға лық толды. Бұл туралы орталықтың инфекционист дәрігері айтты. Қарлығаш қана қыздың сөзінше коронавирус жұқтырып, дәрігер көмегіне жүгінгендер әсіресе қаңтардың 10-нан бастап күрт көбейген. Олардың дені орташа және ауыр дәрежедегі науқастар. Және көпшілігі іштің өтуі, құсу, жүректің айнуына шағымданған. Бұл мутацияға ұшыраған вирустың жаңа симптомдары дейді дәрігер.
Вирус өте агрессивный. Ал. Боя. Қазіргі науқастардың клиникасы бойынша іштің өтуі, құсу, кеудедегі ауырсыну, ентікпе, осыған дейінгі Коронавирустың жаңа белгілері анықталды дейді. Осы ретте мамандар халыққа сақтанып жүруді ескертіп, көпшілік шоғырланатын орындарға бармауға кеңес берді. Достар, бұл кім деп ойласаңыздар, қазір бояп болғанда көресіздер. Менің бояғанымды күткілеріңіз келмесе көрсетейін. Міне, зомби. Бұл ойынның атын көрсетейін бе? Қазір міне. Миспих. Иә, қазір бояп болған соң көрсетейін. А вот, біз де біттік. Пока-чау!